Қазақстан қазір әлемдегі сіңірі шыққан кедей елге жатамыз. Және барған жерінде криминал тудыратын халықтардың тізімдігіне ендік. Мысалы, оңтүстік Кореяда қазақтың қыздары жезөкшеліктен, қазақ қыздарынан қазір қатаң тексеру алады. Тайландта қазақ қыздары жезөкшеліктен бренд қалыптастырды. Жасырары жоқ, ауруыңды жасырғанмен өлімің әшкере. Қазақтың жігіттері заңсыз Кореяда жұмыс істеп, не қазір өзбектерді қуана қарсы алады. Қазақтарды тіпті кері қайтарған фактілер тіркелді. Одан кейін ішіп алып, жаңағы анау елшілікте посол болып, консулдықта жұмыс істеп, анау Англияда, Еуропада жаңағы елдің ғимаратына, шарапханасына машинасымен, джипімен кіріп кеткен қазақымыз біз. Одан анау бірдеңе деген бір әулиенің ба консулдың тоқалы бір жерден бір киім ұрдап ұсталып масқара болған қазақ біз. Консулдың көңілдесі, елшінің көңілдесі анау Еуропаға барып бренд киімді ұрдап ұсталған ғой. Демек ол кедей тоқал болған ғой, былайша айтқанда, кедей көңілдесі. Сондықтан бұл жерде сол батыс елдері қазақтарды сіңірі шыққан кедей деп біледі. Үрерге иті жоқ, сығарға биті жоқ кедей халықтардың тізімдігіндеміз. Анау дамыған ел, 30 ел деген оттаған сөз. Олар өздері соған жетті. Дамыған ел, олар өздері. Біз емеспіз, сен емессің. Сен қарапайым қазақ халқы, сен дамыған 30 елдің қатары деген, ол сенімен қатысы жоқ. Олар өздері соған жетіп қалды. Олар өздері сол дамыған 30-дың ішіне ұрлап, жырлап, жеріңді сатып, мұнайыңды, ураныңды, газыңды сатып, Лондоннан Шерлок Холмстың үйін сатып алып, Конан Дойльді жазатын Шерлок Холмс детектив бар ғой, жаңа барлаушы. Вилладар сатып алып, Элизабет ханымның 17-ші ғасырдағы бірдеңге 100 миллион долларлық үйін сатып алып, бүкіл бір таудың бөктері, орманымен ішінде жаңағы 300-500 бөлмесі бар ғимараттарды сатып алып бәлен ғасырлық. Соның бәрін неге алып жүр? Өздері сол деңгейге жетті. Сен емес. Сенімен қатысы жоқ, жаңа дамыған 30 елдің қатары жетейік. Сосын біз Құдай қаласа 20-шы жылы Дубайдан бақуатты боламыз деген, ол сен айтып тұрған жоқ, ол өздерін айтып тұрғанлар. Сен ұмыт оны. Сен қарапайым қазақ халқы, сен кәдімгі қусирағыңды жаққан отырған тақыр таза кедейсің. Қусирақ кедейсің сен. Сені мына батыс елдері, Американың елі, Еуропаның елі, басқан өркендеген елдер сені тура арқеті арша, борбай еті борша, азып тозып Еуропаға қашып барған Сирияның халқынан ары бері көрмейді. Бірдейсің. Үрерге иті жоқ, сығарға биті жоқ, арып ашып дүниеде қайыршы болып қаңғып жүрген сығаннан артық емессің қазақ. Бірдейсің. Сен мына дүниеде сығансың, қаңғып Ресейде қызметші болып жүрсің. Қаңғып Кореяге барып, кәрістердің чошқасын бағып жүрсің қазақ. Баяғыда осыдан 20 жыл, 30 жыл бұрын мақтанатын бұл қазақ. Кеуде, тәкаппарымыз ғой. Мына Құдайдың ең сүйкімсіз адамы кеуделі болады. Өзбек пен қырғыз қаңғып кеп қазақта жұмыс істеп жүр деп мақтанатын. Біз бір әзіл бар болатын. Өзбектің елбасы, қырғыздың елбасы, қазақтың елбасы отырып сөйлесіпті. Сонда өзбек айтыпты, Құдайға шүкір, хамма өзбектің үйінде бір тико бар, кішкентай машинесі. Хамма өзбектің үйінде қыш келген кезде жаңағы 10 қап картоп, 20 қап сәбіз болатын болды. Өзбектер яқшы күн көріп жатыр деп айтыпты дейді. Сөйтсе қырғыздың елбасы айтыпты дейді. Енді Құдайға шүкір, қырғызда жақсы болып қалды. Әр қырғыздың үйінде 2 қой, 3 сиыр, 5 тауығы бар деп айтыпты дейді. Сөйтсе қазақ елбасы отырыпты дейді. Сен не болды? Халқың не болды? Айтпайсың ба десе, ол айтыпты дейді. Білмеймін, олардың қанша малы бар, білмеймін. Әйтеу әр қазақтың үйінде 2 қырғыз, 5 өзбек жүреді деп айтып, деп қазақ мәз болып, тойда тамадалар соны айтып, қазақ ашейін мәз, қырғыздан, өзбектен байымын дейтін. Ал атаңның басына байсың. Атаңның басына байсың. Тәкаппар болып, сол қырғызды мазақтап, қазақтың жеріне кеп сауда істеді деп, өзбектің жерін, өзбекті мазақтап, қазаққа келіп құрылыспен айналысты деп, сол мазақтап едің қазақ. Ал Құдай басыңа салды. Күлген күле жетеді, екетегін түре жетеді деген. Сол қайыршылық, сол жаттың жеріне барып, жаттың еліне барып, кісінің жаңағы босағасында телмеңдеп күн көретін күн басыңа келді қазақ.
күлме, табалама. Табаның жолы тар. Сол кезде Алматыдан енді мен білмеймін енді. Мына жағы Өскемен, Семейде тойға баратынбыз енді, шақырады. Мына жағы Шымкент, Түркістанда тойға баратынбыз, шақырады. Баратынбыз сол кезде жаңағы жора жолдастар. Мен тамада көргім жоқ өмірі. Құдай сақтасын. Сонда сол күлкіні айтпайтын жоқ. Семейдің тамадасы да айтады, асабасы, Шымкенттің асабасы да айтады. Қазақтар рахаттанып күледі. Қазақ бай екен, қырғыздан бай екен, өзбектен бай екен. Атаңның басы байсың. Ол қырғыз адал еңбегімен ана бала шағасын халал тапты. Ана өзбек сол осы қазақтың жерінде қиналып жүріп, ана өзбек өсіп, міне сол кедей өзбегің өсіп, міне 40-50 миллион болды. Ал сорлы қазақ жүрсің, жеріңді міне 15 миллионнан асқан жоқсың, 19 миллион, қалғанның біраз ел. Міне, ал мақтан. Құдай тағала сол сорлы мақтаныңды, сол сасық мақтаныңды сөйтіп жүргенде көрсетті. Міне, арып ашып, тозып, алданып, жан-жағыңа шипаң бітіп, енді жеріңнен айырылайын деп. Ал жеріңді Қытай алғанда қайда барады екен? Сыған болып қаңғып кетейін деп тұрсың ба? Қазақстандағы сыған сенен бай. Қазақстандағы сыған сендерден бай. Сен қалай ойлайлым деп, ана әкім нағашың болса әйтеу бүйтіп пара беріп, медсестралықты әйтеу жаңа ресторанда тәрелке жуып жүріп, медуниверситетті бітіріп, сөйтіп өңкей әділетсіздікпен, өңкей парамен, өңкей жаңағы бармақ басты көз қыстымен жүргенде, ана сығаның сенен бай болды. Ана Алматы, Астана, тойхананың бәрі кімдікі? Ана дөңкейген құрылыстар кімдікі? Қазақтың бай кім? Өңкей парақор, жемқор ақшасының бәрін шетелге тығып болды. Ал адал еңбегімен сол парақордың парасын беріп, ебін тауып, адал еңбегімен байғанның бәрі кім? Қазақ емес. Енді бір әзіл шығыпты орнына. Американың жаңағы елбасы айтыпты дейді. Ол кім айтады? Кім еді анау? Анау күлдіргі жігіт кім еді? Анау Оралдың жігіті. Ой, анау толықша келген аласа жігіт бар ғой, Оралдың жігіті. Құдай солардың атын ұмытып қаламын. Жазып беріңдерші астына. Қайсың білесіңдер ана? Ой, анау қатты ұлттық арнаға да шығып бір кезде әйтеуір депутат болды ма білмеймін. Тұрсынбек Қабат, ой, мықты күлдіргіші жігіт. Сол Қабатып айтады. Американың елбасы айтыпты дейді, менің халқым 10 мың доллар алады. Ішкен жегеніне, жүрген тұрғанына, ойнап күлгеніне 3 мың доллар жетеді. 7 мың долларды қайда жұмсайтынын білмеймін деп айтыпты дейді. Сөйсе Еуропаның, Еуродақтың басшысы айтыпты дейді, менің халқым 10 мың евро алады. Кредитіне, ішкен жегеніне, ойнап күлгеніне, арақ шарабына 3 мың евро жетеді, 7 мың евроны қайда жұмсайтынын білмеймін деп айтыпты дейді. Сөйсе қазақтың басшысы бүйтіп қарап тұрып айтыпты дейді, менің халқым 100 мың теңге, 80 мың теңге алады, бірақ 300 мың теңге кредит жабады, ол қайтып жауып жатқанын білмеймін деп айтады дейді. Міне, шындық қой. Енді жалпы тұлғасы сол, енді мен Тұрсынбек құсап күлдіре алмаймын, ондай Құдай берген жаңағы тума болады, ол еш жерден оқымайды. Біз енді тек шындығын айттық. Алатының 80 мың теңге, бірақ айту 500 миллион теңгенің кредитін жауып. Қайдан жауып жүрсің? Ұрдап, жырдап, жаңағы Алматыдағы пәленбай қатынды білетінбіз баяғыда. Мұғалім қатындар. Бір басында 6 кредиті бар. 6 көңілдесі бар. Прокурор, судья, анау, мынау, сөйтіп 6 кредитін жауып жүретін. Міне. Бүкіл халықты жезөкшелікке, арсыздыққа, параға, әділетсіз өмір сүруге мәжбүрледі ғой.